Баршаңызға қайырлы күн. Осы рецептпен сіздермен бұрыннан бері бөліскім келіп жүреді. Өте керемет болып шығатын, дұрыссыз, тез дайындалатын жеті нан дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтті, 1 ас қасық тұзды, 1 ас қасық қантты және 2 ас қасық майонез саламыз. Майонез болмаса, қолдарыңызда оны қаймақпен алмастырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне 1 шай қасық немесе жарты ас қасық разрыхлителді салып жақсылап тұрып араластырамыз. Кейіннен үстіне ұнымызды саламыз және қаспен осылай бірінші араластырып алсаңыздар болады. Яғни қолдарыңызды былғамай. Кейін үстіне тағы да қалған ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз аздап біріккеннен кейін ағары қолмен илейтін боламыз. Осылай жан-жақтарын барлығын жинап алып, аздап қамырымызды біріктіреміз. Аздап біріктіргеннен кейін үстіне сұйық майымызды салып, ары қарай қамырымыздың иігін қандырамыз. Міне сұйық майымызды құйдық, енді ары қарай қамырымыздың иігін қандырамыз. Дәл осылай біріктіріп, қамырымызды илейміз. Илеп болған қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып қоямыз. Және 15 минутқа немесе 20 минутқа қойсаңыздар да болады. Қамырымыздың иегі қанды. Енді осы қамырымызды 7 бөлікке бөліп аламыз. Барлығын бөліп болғаннан кейін әрқайсысын дөңгелетіп шығамыз. Дөңгелетіп болғаннан кейін бетін тағы да жауып қоямыз. Кеуіп кетпес үшін аздап ұн сеуіп, осылай бірінші алдымен қолмен дөңгелетіп аламыз. Біркелкі етіп, және жайып аламыз. Дайын болған шелпектерімізді қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және де достар, осы рецепт сіздерге ұнаса, менің каналымды қолдап, арнама тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздермен көптеген жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.